Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін түшпәрә жасайтын боламыз. Ол үшін бізге бір жұмыртқа, су, тұз қажет. Тұз ергенше жақсылап қолменен араластыратын боламыз. Алдын ала електен өткізілген ұнымызды салып, қолдың көмегімен жақсылап жылтыр әрі қолға жабыспайтын қамыр шыққанша жақсылап илейтін боламыз. Қамырымыз осындай әдемі бір келкі масса шығады. Енді бізге ішіндегі салмасына пияз қажет. Пиязды мен осындай майдалап турағышқа салдым, яғни измельчитель. Осыған салып, пиязымды майда етіп туралап алам. Осының үстінен қара бұрышты салып, қолдың көмегімен кішкене мыжып алам, сонда пияздың суы шығады кішкене. Осының артынан енді фаршымызды салып, осы фарш пенен пияздың басы бірігіп, бір келкі масса шыққанша қолменен мыжып, әдемі масса шығарамыз. Мінекей осылай қолменен мыжамыз. Бір келкі масса шығу қажет бізге. Мінекей осындай әдемі салма дайын болды бізде. Енді июі қанып тұрған қамырымызды жаятын боламыз. Бұны біз не жұқа, не қалың емес, орташа етіп жаямыз. Жұқа қылсаңыздар, түшпәрәңіз жыртылып кетуі мүмкін қайнаған кезде. Қамырымызды осылай бірінің үстіне бірін қойып, екінші осылай кесіп шығамыз. Одан кейін үшінші осы кесілген қамырды тағы да бірінің үстіне бірін қойып, осылай жайып шығамыз да, төрт бұрышты етіп осындай қамыр шығарамыз. Енді ішіне кішкене салмамызды салып, мен көз мөлшерімен салдым. Түшпәрамызды осылай түйеміз. Сізде жасап көріңіздер, өте оңай рецепт. Мені жоғалтып алмау үшін төбедегі қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Қайнап тұрған қазанымда осындай түшпәрамызды салып 5 минутта, 7 минутта пісіп шығады. Мінекей менің қазаным қайнады, дайын болды. Енді ет сүзгішпенен сүзіп аламын. Мінекей осындай дара, әдемі, езілмей әдемі болып шықты қамырым. Сізде жасап көріңіздер, өте дәмді шықты. Барлықтарыңызға сәттілік.